Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бұл каналда біз түрлі дәмділер дайындаймыз. Бүгінгі дәмдіміз ол мектептегі асханаларда кездесетін өте жұмсақ салмасы бар булочки болмақ. Ол үшін ең алдымен біз жып-жылы сүтке, яғни бөлме температурасынан сәл жылырақ сүтке 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы және де 1 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып аламыз да оны бөлме температурасына 15 минутқа, яғни ашытқымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін осылай пленкамен жауып қойып қоясыздар. Кейін 15 минуттан кейін біз қалған ингредиенттерді қосатын боламыз. Яғни оған 1 жұмыртқа, қантымызды, сұйық май 30 грамм және де сары майымызды салып, жақсылап ингредиенттер бір-бірімен араласқанша араластырып аламыз. Баста айта кететін зат, бұл жерде ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Кейін біз барлығын араластырып алғаннан кейін ұнды саламыз. Ұнды барлығын емес, осылай 3 бөлікке бөліп салып алатын боламыз. Ең бастысы ұн електен өткізілуі қажет. Ұнды мен ең бірінші салғанда осылай венчикпен, яғни қоюланғанша жақсылап араластырып алдым. Сіздер қолдарыңызбен бірден араластырып кете берулеріңізге де болады. Осылай бөлікпен салып жақсылап араластырып алғаннан кейін ол біркелкі қамыр болғанша жақсылап тұрып қолмен илейтін боламыз. Міне кейін осындай қамыр пайда болады. Осы қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін тұнығуға 40 немесе 1 сағатқа бетін пленкамен жауып қойып қоямыз. Кейін қамырымыз дайын болғаннан кейін, яғни көтеріліп, әдемі болып 1 сағаттан кейін аламыз. Оны тағы да 1-2 рет жай бастырып, илеп аламыз да бөліктерге бөлетін боламыз. Яғни осындай ұзынша қылып дайындап аламыз. Одан кейін оны біз бөліктерге бөлеміз. Өз керекті көлемдеріңізге қарай, яғни үлкен кішілігіне қарай бөліктерге бөлесіздер. Менде осындай 9 көлемді бөлік шықты. Кейін осы әр бөлікті жеке-жеке біз дөңгелек етіп жайып аламыз. Басы жұқа болып кетпеу керек, 1-2 см қалыңдықта етіп жайып аламыз. Кейін осыған салмамызды, яғни қайнатылған, қоюлатылған сүт деп айтылады. Қазақша орысша вареный сгущенкамызды 1 ас қасық, 1,5 ас қасық етіп саламыз да, оның жан жағын, яғни айналдыра отырып, жан жағын жақсылап тұрып түйіп аламыз. Видеода міне көрсетілгендей етіп түйіп, барлық өйткені ішіндегі салмамыз піскен кезде ағып кетпейтіндей. Барлық булочкаларымызды дәл осылай жайып, тура осындай видеодағыдай дөңгелетіп етіп салып алғаннан кейін, оны біз керек пісіретін противенімізге салып, 20 минутқа көтерілуге қайттан қойып қоятын боламыз. Ол булочкамыз көтерілгенше бетіне салатын присыпка дейді ғой, соны дайындаймыз. Ол үшін біз ұнға сары майды жақсылап үгітілгенше араластырып аламыз. Және қант салуды да ұмытпаңыздар. Мен артынан салдым қантты. Негізі барлығын бірге салады. Жақсылап тұрып араластырып, яғни үгітпелер пайда болғанша жақсылап барлығын бірге араластырып аласыздар. Міне осындай пайда болуы қажет. Осыны біз жұмыртқаның сарысы жағылған булочкаларымыздың үстіне, әр қайсысының үстіне жақсылап тұрып сеуіп шығамыз. Бұны сеуіп болғаннан кейін біз духовкаға 180 градуста 40-45 минут булочкаларымызды пісіріп аламыз. Міне осындай өте жұмсақ, өте дәмді, ортасында салмасы бар керемет булочка шығатын болады. Лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.